Көп адам ойлайды, көзге арналған жаттығуларды жасасам болды, енді зрением жақсарып кетеді деп, бірақ бұл жеткіліксіз. Яғни тек қана жаттығу жасау ғана жеткіліксіз, потому что көру деген ол көзіміз тек қана бұлшық ет емес. Сен спорт залға барып, денеңді шығарған сияқты, жаңағы пресс качать еткен сияқты көзіңді качать ете алмайсың, көзіңде пресс шығара алмайсың. Сондықтан бұл жерде көзіңе әсер ететін сенің өмір сүру салтың, сенің әдеттерің, психоэмоционалды жағдайың, күнделікті уақыт бөлуің, күтім жасауың деген сияқты соның барлығы әсерін тигізеді. Егер сен тек қана жаттығуға ғана сеніп қалатын болсаң, онда сенің нәтижең тұрақсыз болуы мүмкін, немесе қысқа мерзімді ғана болып қалуы мүмкін. Көзге жаттығу жасасаң да неге зрениең жақсармайды, немесе керісінше нашарлауы мүмкін? Осының 5 қателіктеріне давайте тоқталайық. Біріншісі, жаттығуды тұрақсыз жасамау. Яғни көп адам не істейді, 1-2 рет жасайды да сөйтіп тастап кетіп жатады, тұрақты жасамайды. Ал көз үшін ең басты нәрсе ол тұрақтылық. Яғни көз үшін ғана емес, кез келген әдетті қалыптастырған кезде бізге керек нәрсе ол тұрақтылық. Сондықтан да менің сабақтарымда, менің курстарымда ең басты ереже ол күн сайын тұрақты 15 минут уақыт бөлу. Бұл нәтиженің жаңағы формуласы болып келеді. Екіншісі ол телефон мен компьютердің алдында тәртіп сақтамау. Яғни тәртіп деп отырғанымыз не? Белгілі бір, біз қазір барлығымыз телефонды қолданамыз, ноутбукпен жұмыс жасаймыз, гаджеттерді қолданамыз. Оның барлығын өмір сүру салтымыздан жаңа алып тастай алмаймыз. Бірақ соның өзінде де телефон қарап жүріп те, ноутбукпен, компьютермен жұмыс жасап жүріп те сақтау керек ережелері бар. Соны, сол тәртіпті сақтаған кезде сіздің көзіңізге зиянын келтірмейді. Және де жаңағы жасап жатқан жаттығулардың нәтижесін жаңағы тормозить етпейді. Оны білмеу және орындамау бұл тәртіптерді көрудің жаңағы әлсіреуіне алып келеді. Үшіншісі, релаксация жоқ, яғни демалу. Көзді тек жаттығу дей беруге де болмайды. Көзді демалдырудың да жолдары бар, амалдары бар, яғни массаждар, нүктелі терапия, тыныс алу деген сияқты, пальминг өздеріңіз білетін, солардың барлығын жасау арқылы біз көзімізді де демалдырып отыруымыз керек. Егер де демалыс болмайтын болса, не істейді? Көзіміз қысылады, соның әсерінен, көздің бұлшық еттері қысылуының әсерінен көзіміз қайта нашарлай береді. Келесі бізде тамақ пен суды елемеу, яғни оған назар аудармау. Көру бұл тек қана көз емес, бұл тұтас ағзаға байланған, яғни тұтас бір органымыздың мүшесі да. Яғни көз бізде мына жақта орналасқан жоқ. Сондықтан да не ішіп жатырмыз, не жеп жатырмыз, көзге де оның әсері бар. Жеткілікті су ішпесең, дәруменсіз тамақтансаң және көзге пайдалы ас ішпейтін болсаң, онда жаттығуларың босқа кетеді. Сондықтан бұл жерде не жеп жатырмыз, не ішіп жатырмыз, жалпы көзге не пайдалы, соның барлығын біздің қазақтың рационына икемделген сондай бір ас мәзірі болу керек. Келесі бізде эмоциялармен жұмыс істемеу. Яғни көзіміз ол сенің эмоцияңның айнасы. Сенің қорқыныштарың, стресстік жағдайлар, белгілі бір күйзелістер деген сияқты реніш, соның барлығы көзге әсерін тигізеді. Тіпті соңғы кездері офтальмологтарда прям жар салып айтатын болды, стресс ол көздің нашарлауына әсерін тигізеді деп. Сондықтан да физикалық жаттығуларды ғана жасап шектеліп қалмай, сонымен қатар ішкі күйіңмен, ішкі әлеміңмен, психологияңмен жұмыс жасау нәтижені тезірек етеді және де ұзақ мерзімде етеді. Көру бұл жүйе, бұл жерде системно жұмыс жасау маңызды. Тек қана көзім 100% көру керек. Егер көрмейтін болсам, мен офтальмологқа барамда, ол маған очки жазып береді, очки таға салам, линза таға салам, немесе коррекция зрения жасата салам деген сияқты қарауға болмайды. Көзіміз жылдан жылға көзі нашарлап келе жатқан миопия, астигматизм, косоглазия дегендердің барлығы белең алып келе жатыр. Ол тек қана жаңағы ересектерде ғана мына кітапты оқи алмай қалдым деген нәрсемен ғана шектеліп жатқан жоқ. Жасы деген қазір 3 жаста, 4 жаста зрениесі нашарлап жатыр, не істеуге болады деп маған жазып жатады. Сондықтан да ат үсті қарауға болмайды бұл тақырыпқа. Бұл жерде көз жайлы білу керек, тек қана офтальмологтар ғана білу керек. Біз солардың жаңа айтқанын ғана жасаймыз деген дүниемен ғана шектелмейсіз. Потому что денсаулығыңызға, көзіңізге 100% жауапкершілік алатын жауапты адам ол тек қана сізсіз. Ақпаратты алу, өзіңмен жұмыс жасау өте маңызды. Күнделікті өмірде оң әсерін тигізетін жағдайларды жасау алуда маңызды. Нәтижесінде зрениеңіз нашарлауын тоқтатады, керісінше жақсарады, фокусы жақсарады,
құрғақтық, бұрынғыдай сезім, иә, жасаурау деген сияқты, немесе там қызарып кету деген сияқты дүниелер, разрыв сетчатки тағы да басқа деген негізінде печальный жағдайларда болып жатады. Соның алдын ала аласыз, осы нәрселердің барлығын дұрыс сақтайтын болсаңыздар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Негізі бұл менің где-то 3-ші видеом. Егер де осындай видеолар пайдалы деп санайтын болсаңыздар, лайк басыңыздар, комментарияға өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді немесе сұрақтарыңызды, келесі видеоларда жауап беретіндей сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Мені жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп алыңыздар. Сонымен қатар мен уақытты жоғалтқым келмейді. Қазірден бастап зрениемен жұмыс жасағым келеді, қолға алғым келеді, тұрақты жаңағы сабақтарыңыз болса беріңіз дейтін болсаңыздар, онда Instagram немесе TikTok парақшаларында менің көмекшімнің номері бар, WhatsApp-ына жазыңыздар. Толық осы курс жайлы, бағасы, бағдарламасы жайлы ақпарат беретін болады. Келесі видеоларда кездескенше пока-пока.